Алтынбек Ибрагимов. Қарақалпақстан өңірінде Амудария деген ауданда дүниеге келген. 2008 жылы осы атамекенге қоныс аударып келдік. Осы ата жұртқа оралғалы бері осы айтыстың және осы поэзияға деген қызығушылығым бар. Сол өнердің желкенін көтеріп келе жатырмын. Айтыс өнеріне деген қызығушылығым сол Қарақалпақстан жерінде жүрген кезімнен бастап алған болатын. Қарақалпақ, өзбек ұлтында айтыс өнерінің не екенін түсінбейді көбісі. Не дегенмен ол жерде ол өнерге деген қызығушылығым болғанмен де оны ары қарай дамытып кетуге мүмкіндігі болмайды. Ал осы ата жұртқа оралғалы 8 сыныпта келіп қолыма домбыраны бірінші рет ұстадым. Оған дейін менің тілім де қарақалпақша, өзбекше болатын, қазақ тілін келген соң үйрендім. Жалпы оралман деген ат өзі қандастарымыздың барлығының маңдайына жазылып қойған сияқты бұл. Ешқашан да қай жерде жүрсе ұмытылмай артынан еріп жүретін атаудың біреуі. Енді бөліп жармағанмен де бір көңілімді қалдырған жағдай болды. Бірде кешкілік осы автобуспен келе жатсам, бір ағамыз мінді. Тіпті өзі ашулы екен, шамасы бір адаммен ұрысқан болу керек. Жаңағы адамды жерден алып, жерге салып. Осы оралмандардың барлығы осы Қазақстан үшін келген жоқ, өзінің күнкөріс қамы үшін келді. Олардың ата жұрты, отаны дегенде олардың отаны біреу емес, отаны екеу, басына күн туғанда қайтадан қашып кетеді, сол жерге дегенде сөздер айтып келе жатыр. Енді автобуста барлық адамдарды өзіне елеңдетіп, өздерінің назарын өзіне аудартып алды. Сөйтіп сол жерде бір-екі қарсы шыққан, бір-екі қыз болды сол жердегі. Солардың өзіне ауыр сөздер айтып, тіпті автобустың ішінде ұрыс шығарды, сонда қатты бір ашумен келгені бар. Оралмандардың барлығы енді анау ақ, мынау қара демейсің, бірақ көпке топырақ шашуға болмайды. Кезінде шетелден қоныс аударған Айбозұлы, қазақтың Айбозұлы, Мұстафа Өзтүрікте мысалы қазағым деп келіп отырған. Поэзияның қайнар бұлағына айналған, бүгінде бастауына айналған Төлеген Айберген ақын аталарымыз да одан соң өзіндік мектебін қалыптастырып кеткен Наурызбек Жырау да соның барлығы отаным деп келді ғой. Оралман атауы ізінен ілесіп көлеңкеде қалмайтын жайлы бір осы айтыста да мен қозғаған болатынмын. Осы 2013 жылы өткен Астанадағы жәдігер жобасында айтысқа шыққанымда Мейіржан Әлібек ағамыздың бір айтқан сөзі бар еді. Мені сахнаға шығарып таныстырғанда Қарақалпақстаннан келген оралман бауырымыз деп шақырды ғой сахнаға шығарып. Сол кезде алғашқы сөзімді осы былай бастаған болатынмын. Естіртіп тарихтың мың сарынын, жетеді алыстарға шырқа бұлың. Сахнаға оралман деп шақырды ғой, бұл сөздің астында бар мың сан ұғым. Ендеше бар өнерді көрсетейін, маған жар болып тұрса бір тәңірім. Елім айлап шұбырған бабалардың елін ойлап оралған ұрпағымын деп. Сол кезде сөзімді аяқтаған болатын. Нағыз ақынның мықтылығын көрсету үшін меніңше оның білімі, тіл байлығы, шежіреден көп хабардарлығы, осының барлығы мәдениеті көрініп тұрса, сол ақынның өзінің мықтылығы ғой деп ойлаймын. Бір айтыста енді шабыт келмей қалуы мүмкін. Бір айтыста оның бағы шаппай қалуы мүмкін, бағы болып тұрғанмен. Дегенмен де ол халықтың өзі сарапшы ғой. Бірақ енді бүгінгі айтыскерлердің, бүгінгі айтыстың жағдайына тоқталатын болсақ, енді аласы да бар, құласы да бар. Жалпы мына айтыста келісіп алу, немесе шаппа-шап шығу айтысқа деген мәселелер қазіргі өз ақындардың ішіндегі өздері білетін бір құпия болып қалады ғой. Ол шоу сияқты болып кетеді, ол айтыс емес. Екеуі, мысалы, мен саған көзің қысық деп тиісемін, сен көзіңді қысып отырасың сол кезде деген сияқты бір екеу рөлдерді
бөлі болады да, бір соны шебер ойнап шықса болды. 100% дайындық шығады да халықты алдап отырған сияқты меніңше олар. Айтыстың табиғатын, айтысқа тән табиғатты сору салмалық сақтап қалу үшін осы шапpa-шап айтысқа көбірек шыққан дұрыс қой деп ойлаймын. Айтыстарының ішінде бір ерекше танылуыма себепші болған айтыстардың бірі деп айтатын болсам, ол Хабар телеканалынан болған телевизиялық жоба «Жастар жырлайды» болатын. Бұл жобаға қатысқанда әлі мектеп оқушысы болып жүрген кезім жеңемін деген ой болған жоқ менде. Одан тек қана әйтеуір қатысқанның өзі бақыт қой, қатысқанның өзі мәртебе деп қатысқан болатынбыз. Ол айтыста менің бас жүлде алып кетуіме себепші болған сол оралмандар туралы айтқан бір сөзім болды ғой деймін. Сол кезде бір халық қатты қиқулап, бір ерекше қалардай қолпаштаған. Айтысқа келгенде басты мақсат мен не аламын демей, халыққа не беремін деп келген дұрыс қой деп ойлаймын. Айтыс кейбіреу үшін ол көлік мінудің құралы болып көрінуі мүмкін, кейбіреу үшін атақ-даңққа жететін бір баспалдақ болып көрінуі мүмкін. Бірақ ол өнерге деген адалдығын сақтамаса, ол бәрібір оның болашағы жақсы болмайды ғой деп ойлаймын.